Қазір не көп, тамада көп. Жұма күні тойға барсаңыз, бір тамада микрофонды алып айтып жатады. Ойпырмай, мына қазақ деген халық о басында арыстан болған екен ғой деп әңгімесін бастайды. Ол сол жерде қалады. Сенбі күні бір тойға барсаңыздар, тура сол мәтінмен бір тамада айтып жатады. Қазақ деген о басында қасқыр болған екен ғой деп. Соған сенген бір кейбір ағаларымыз тойдан шыққаннан кейін олып жүреді, не істерін білмей. Жексенбі күні тойға жетіп барсаңыздар, тағы да бір асаба микрофонды алып айтып жатады. Ойпырмай, мына қазақ деген о бастан қой мінезді жуас халық болған екен ғой дейді. Мен тамадаларға айтамын, жігіттер, мына қазақтың бәрін аңдып жіберіңдер ғой құрсын, не болып кеттің ол? Менің де жеке пікірім бар. Біздің қазақ о бастан математик халық болған екен. Біздің математиктігіміз сөзімізде. Біз айтамыз, бас екеу болмай, не дейді? Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Дұрыс, кейбір жерде төртеу болмайды деп жатады. Біздің әрбір сөзімізде математика бар. Біз 5 уақыт намаз оқысақ, Аллаға есеп береміз. 5 сағат той жасасақ, ағайынға есеп береді екенбіз. Математиканың ең жеңіл 4 тәсілі бар. Қосу, алу, көбейту, бөлу. Бүгін Құда мен Құданың басы қосылып жатыр. Бұл демек, Құда мен Құданың басы қосылып жатыр. Бұл демек не екен? Қосу. Мінеке қазақтың математиктігі. Бір елдің баласы бір елдің қызын алып жатыр. Бұл демек алу екен. Мінеке қазақтың математиктігі. Біз бүгін қуанышты не істеп келдік? Бөлісіп келдік. Мінеке қазақтың математиктігі. Екі жастың басы қосылғаннан кейінгі басты мақсат көбею екен ғой. Мінеке қазақтың математиктігі осында. Біз мөлшерлегенде айтамыз ғой, 40-қа келсек дейміз, 50-ге енсек дейміз, 60-қа келсек дейміз, 70-ке жетсек дейміз, 80-нен секіріп 90-да тоқтамай 100-ге жетіп, немере шөберенің саңынан жаңылысып, арманы сөйлесек дейміз. Еңселеріңіз тік болсын, есептеріңіз нық болсын, тақтарыңыз үйленіп жұп болсын. Айтқаның неткен кесектесіңіздер, осы айтқаны мұнаса жай ғана шапалақпен есептесіңіздер. Қазақпын, қаһарманмын, қартымнан баталға